Сәлеметсіздер ме? Бізде бүгінгі тақырып бизнес модель канвасы және бизнес жоспар құрылымы. Жалпы бұл презентацияда біз бизнес модель канвасының негіздерін, маңызды құндылықтарды анықтауды және кәсіби бизнес жоспарының құрылымын жүйелі түрде түсіндіреміз. Әр карта практикалық кеңестермен және көрнекі мысалдармен толықтырылған. Сіз өз жобаңызға нақты әрекет жоспарын жасай аласыз осы презентация арқылы. Жалпы біз презентация бастамас бұрын бизнес модель канвасы дегеніміз не деген сұраққа тоқталсақ, жалпы бұл бізде бизнес модель дегеніміз компанияның клиенттерге қандай құндылық ұсынатын, өнімді немесе қызметті қалай жеткізетінін және қайдан табыс табатынын сипаттайтын жүйе болып табылады. Құндылық ұсынысын анықтау клиент үшін не маңызды? Жалпы құндылық ұсынысы дегеніміз бұл клиенттің нақты проблемасын шешетін уәде. Мысалы, білім беру платформасы үшін құндылықтар икемді оқу кестесі, практикалық тапсырмалар, сертификаттар және қауымдастық. Құндылықты анықтағанда клиенттің нақты алушының нүктесін, күтулерін және альтернативаларын ескеріңіз. Ерекшелік, бәсекелестіктен маңызды айырмашылық, баға, жылдамдық, сапа және оңтайлы тәжірибе болып табылады. Тұтынушылар сегменттері және арналар. Сегментация, мақсатты топтарды нақты айқындаймыз. Біріншісі балалар, екінші жасөспірімдер, үшіншісі студенттер, кәсіптік оқыту үшін компаниялар. Осылай бізде жалғаса береді. Қатынасу арналары, онлайн платформа, мобильді қосымша, әлеуметтік желілер, емайл, офлайн оқыту. Келесі. Кіріс ағыны мен шығындар құрылымы. Жалпы кіріс көздері, жазылым, бір реттік сатып алу, премиум функциялар, корпоративтік келісімдер, жарнама. Мысалы, 30 күн тегін сынақтан кейін айлық немесе жылдық жазылымға көшу. Шығындар, өнімді дамыту, контент дайындау, маркетинг, кадрлық шығындар. Табысты есептеу, клиенттерді тарту құны, өмір бойы табыс, брейк-ивен нүктесі бизнесті тұрақты етуге қажет көрсеткіштер. Бизнес жоспары маңызды және негізгі бөлімдеріне тоқталсақ, бұл жерде бізде 6 маңызды бөлімі бар. Біріншісі түйіндеме, жобаның қысқаша сипаттамасы, мақсаттары және қажетті қаражат көлемі. Екіншісі өнім сипаттамасы, өнімнің артықшылықтары, технологиясы, авторлық шешімдер. Үшінші бізде нарық талдауы, сегменттер, көлем, бәсекелестіктер және трендтер. Төртіншісі маркетинг және сату стратегиясы. Бұл жерге біз арналар, баға, промо акция және клиентті ұстап қалу жоспарын айта аламыз. Бесіншісі ұйымдастыру және операциялар. Команда, процестер, негізгі ресурстар мен серіктестер. Алтыншы қаржы жоспары, табыстар мен шығындар болжамы, баланс, табыстылық көрсеткіштері. Түйіндеме және өнімнің сипаттамасы қалай жазылуы керек. Жалпы түйіндеме жобаның мәні, мақсатты, нарық және қажетті инвестиция деңгейі қатты әрі қысқа жазылуы тиіс. Бір беттен артық болмауы керек. Өнім сипаттамасында оның функционалы, клиент үшін артықшылығы және нақты дәлелдер көрсетіледі. Мысал үшін, массаж қызметі кәсіби сертификатталған мамандар, жеке емдеу бағдарламасы, ыңғайлы онлайн брондау және клиенттердің денсаулық көрсеткіштерін жақсару туралы сипаттама. Нарықты талдау және маркетинг стратегиясы. Нарықты талдау, сұраныс көлемін, бәсекелестерді және нарықтық трендтерді анықтайды. Бұл анализ негізінде бірегей сауда ұсынысы жасалады. Маркетинг стратегиясы, мақсатты аудиторияға сәйкес каналдар таңдау, жарнамалық хабарлама, акциялар және клиентпен қарым-қатынасты автоматтандыру арқылы қайталанатын сатуды арттыру болып табылады. Бюджет бөлу кезінде тест компанияларда алынған нәтижелер негізінде тиімділікті өлшей аламыз. Жалпы қорытындылай келе бизнес модель мен бизнес жоспар табыстың негізі болып табылады. Құндылықтарды нақтылау, клиенттің проблемасын анықтап, шешімді қарапайым әрі нақты етіп шешу. Көрнекі канва, 9 блокты толтырып, гипотезаларды жылдам тексеру. Толық бизнес жоспар инвесторлар мен серіктестерге сенім ұялатын қаржылық және операциялық модель жасау болып табылады. Бұл екі құралды бірге қолдану бизнесіңіздің стратегиясы мен операциясын бір жүйеге келтіреді. Келесі қадам бізде нақты гипотезаларды тестілеу, алғашқы KPI-лар орнату және 90 күндік әрекет жоспарын дайындау болып табылады.